Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін асқабақтың біз білмейтін пайдасын айтамыз. Асқабақ таңдағанда көлемі 3-5 килограмм болатын асқабақ таңдаған дұрыс. Мұндай салмақ асқабақ үшін қалыпты. Асқабақты жиі пайдалану ішек құрттарын құтылуға көмектеседі. Асқабақта микроэлементтер көп кездеседі. Е және В дәрумендерін басқа жеміс-жидектер мен көкөністерден кездестіруге болады. К және Т дәрумендерін кездестіру қиындау. К дәрумендер тобына қанның қоюланып қалмауын реттейді. Әлем диетологтары артық салмақпен күресетін жандарға асқабақ жеуді ұсынады. Арықтау үшін бұл таптырмас тағам. Асқабақта зат алмасуды жылдамдататын, ас қорытуды жақсартатын Т дәрумені бар. Асқабақ шырыны денсаулыққа өте пайдалы, қаназдыққа пайдасы мол. Шырынның құрамында темір өте көп, көздің көруін де жақсартады. Емізулі сәбилерге асқабақтан дәмді пюре дайындауға болады. Сәбилер үшін өте пайдалы әрі дәмді. Асқабақтың дәнегі жүйке жүйесін тыныштандырады. Дәнектің құрамындағы мырыш есте сақтау қабілетін жақсартып, мидың қызметін реттейді. Артық салмақтан арылтатын асқабақты қыс мезгілінде көбірек тұтынған жөн. Асқабақтың елімізде 10-нан аса түрі өсіріледі. Дәрігерлердің айтуынша асқабақты күнделікті тұтынған жөн. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар.